Алматы әкімдігінің коммуналдық инфрақұрылымды дамыту басқармасы ауа райына байланысты көлік жүргізушілеріне үндеу жасады. Қазгидромет РМК болжамы бойынша бүгін 8 қарашада Алматыда күні бойы қатты жаңбыр жауып, арты сулы қарға ұласады деп күтіледі. Түнде ауа температурасы -1, -3 градусқа дейін төмендейді. Көктайғақ болады. Жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында автокөлік жүргізушілеріне жазғы дөңгелектерін қысқы дөңгелекке уақытылы ауыстыруды ұсынамыз. Жолда көктайғақ әрі қозғалыс бөлігінде тайғанақ қабыршақтардың пайда болуына байланысты жүргізушілер қозғалыс жылдамдығын төмендетіп, автомобильдер арасындағы қашықтықты арттырып, бүйір аралықты сақтау, кенеттен маневр жасаудан, тежегішті кілт басудан аулақ болған жөн делінген хабарламада. Синоптиктердің болжамынша бүгін атмосфералық фронттарға байланысты Қазақстан Республикасының басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы сақталады, жаңбыр және қар жауады. Қазақстанның оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында қатты жауын-шашын жауады. Республика бойынша тұман түсіп, көктайғақ болады, жел күшейеді.